Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер, сіздермен бірге Мұрат. Достар, бүгін 10 сентябрь қателеспесем, сентябрьдің де 10 күні өтіп кетті. Білесіздер, мен таксаны жаймен қойып жүрмін. Енді барлығын қойып кетпеймін, себебі таңертең 2-3 сағат жұмыс жасаймын. Ол ерте ояну үшін. Егер мен солай жасамасам, таксаға жетпесем, ерте оянбаймын, үйде жата беремін. Таңертең тұрып, бір стакан суды ішіп, ерте оянып, шығып кетем. Одан кейін ары қарай басқа жұмыстарға көңіл бөлу, уақытты басқа жұмыстарға бөлемді. Солай достар. Кеттік, қазір сағат 6:39, мен бір тапсырыс қабылдадым. Көрейікші, 2, көп болса 3 сағат жұмыс жасаймыз, бітті. Содан тоқтатамыз. Қазір 6000-ға жанармай қойдым. Мынау машина бензинді мен ойымша әлі көп жеп жатыр. Себебі мынау жаңа машинадан кейін мынаған отырсаң көп жейтін сияқты. Ескі машина ескі ма? Себебі мен свечасын ауыстырдым, кішкене нашар екен. Қатты емес, енді кішкене. Одан кейін несін? Заслонка тазалаттым, дросельный заслонка. Ол да кішкене қарайып қалыпты. Өзгеріс бар, бірақ бәрібір көп жеп жатыр да мен ойымша, жаңа машиналарға қарағанда. Сол үшін күнде 2-3 сағат. Білесіздер, бұл машина тек қана эконом. Мен біз тапсырысқа жетіп қалдық. Бастаймыз, кеттік. Айтпақшы достар, мен каналға машина обзор түсірдім да, Arizo 8 бен Sonata 2 салыстырмалы түрде. Бұлай қарасаң, Arizo жақсы сияқты өзіме. Себебі ішінде функциялар көп. Наворочен не дейді, заманға сай функциялары көп. Ал темір жағынан кішкене черри жұқалау екен. Өз ойым әрине ол. Оны мен ашып, сантиметрмен өлшеп көрген жоқпын. Бірақ кішкене сондай сезілді маған. Сол YouTube каналға өтіңіздер, шолуды қараңыздар көлікке. Енді жаймен осылай шолу түсірсем. Енді қазір әрине профессионал емеспін бұл салада. Жаймен үйреніп кетеміз. Осылай кішкене қолдап кетсеңіздер, айтпақшы, кредиттеріңізді төлеп береміз деген видео YouTube каналымда бар. Екіншісі жақында шығады. Ол кісі тағы Астанаға келе жатыр. Ол кісі Орал қаласынан, өзі Шымкентте, жақында Оралда ашылады, Алматыда, Астанада бар. Алматыға да жақында барып қалу керек. Сол видеоны қарасаңыздар, не үшін төлеп береді, қанша төлеп береді, көп сұрақтарыңызға жауап аласыздар, достар. Мені YouTube каналымда, Демежанның YouTube каналында подкаст бар. Соларды қарасаңыздар, біраз түсініп аласыздар. Біз кеттік, мына заказға келдік. Қазір апарып тастайын, қайтадан айтам. 600 коэффициент, 4 километр жол, 5 минут, 6 минут уақыт алды. У вас низкий баланс дейді, ақша салу керек. Білесіздер, Тарлан паркке 5 комиссия ақша толтыруға болады. Енді қазір соны толтырамыз да, қайтадан жұмысқа шығамыз. Ақша толтырып үлгермедім. Бізге осылай 5 комиссия. Ой, оплата картой түсіп қалды да. Отырын 4-ші подъездің алдында. Міне 4 көрсеткен екен. Тарлан паркты білесіздер, достар. Ақша шешу 5 комиссия, толтыруда 5 комиссия, одан кейін апта сайынға 2000 бонусы бар. Мен бірақ ала алмай жатырмын, өкінішке орай. Сіздер алыңыздар, жұмыс істеңіздер. Одан кейін жаңадан тіркелгендерге 30.000-ға дейін бонус. Яғни тіркелесіздер, YouTube-тан келдім, TikTok-тан келдім, сондай жаңа водительдерге 30.000-ға дейін бонус. Условиясы қандай десеңіздер, өздері түсіндіреді. Номерін қалдырам, тіркеліңіздер, бонус алыңыздар, жұмыс жасаңыздар. Ал мен де жұмыс жасайын. Маған да сәттілік, сіздерге де сәттілік. Мына подкасттың екінші несі болады, екінші бөлімі. Сол үшін сіздерде қандай сұрақтар барлығын қойыңыздар. Үлгерсек, сол подкастта сол сұрақтарды қоямыз. 3 километр жол, 6 минут уақыт. Ақшасы осындай.
2 километр 4 минут жол. Мына мектепке адам алып келдім. Осы кісіні кішкене африканец дей ма, сондай екен. Мына мектеп Баян Сұлу бар ғой. Солай тағы бір заказ түсті бізге. Соған барайық. Мінекей. Осы адамдар тез шығып тұрса ғой. Келгеніме 2-3 минут болып қалды. Жоқ әлі. Мысалы қазір мынау 8 минут деп тұр да. Ол шығып анау мынау, сосын пробка басталады. Анау 10 минут, 13 минутта барамыз. Тез жұмыс жасаймын дейсің, бірақ болмай қалады ғой осылай. 9 минут келдім, километріне қарамаппын бар ғой. Одан кейін платный ожидание 2 минут, бесплатный 3 минут, до подачада бір 2-3 минуттай күттім. Біраз уақыт кетіп қалды осыған. Тағы бір заказ қабылдадық, соған барамыз енді. Осы экономда 2-ақ сағат жұмыс істеймін, немесе максимум 3 сағат жұмыс істеймін деймін да. Бірақ сол 2-3 сағаттың ішінде табылады ғой адам дейін да. Эконом. Қазір остановканы көрсетіп қойыпты, остановкаға келіп тоқтап тұрмын, остановкада 2 адам отыр. Солардың біреу шығар деп отырмын, бірақ ешқайсысы келмейді. Сосын ана жақтан, подъезд жақтан біреу шықты да отырды. Беті бұрысқан. Айта алмаймын ананы. Не үшін енді айтып жатқан жоқ қой. Есіктерді жабуы, маған жол көрсетуі, нафиг сен ол жерге келіп тоқтадың деген сияқты айтып тұр да маған. Сондай. Үлгереді адамдар, үлгереді. Осы 2-3 сағатта да үлгереді. Мына светофорға қойыпты да. 61 деп жазып қойыпты. Мен звондап жатыр. Алло. Алейкум ассалам. Келіп тұрмын ғой, мен бірақ точкада тұрмын ғой. Светофорда ма? Светофордың өзінде ғой, машина толып тұр ғой. Сол светофорда тоқтамайын деп дворға келген ғой, 61-ді көрсеткен екенсіз. Бәрі бар, кәсіп ағаш келе жүрсің. Қазір шығам. Қазір шығам. Ане, айттым ғой, 2 сағатта барлығын үлгересің. Шо эконом адамдар десең тағы айтады. Жоқ, брат, сол светофордан разворот ал. Сосын мен сол жерде тұрам, ыңғайлы жерге тұр деп айтса болады, жазса болады. Жоқ, бұлар келгеннен кейін тұр ғой осы жерде барлығы. Неге келмейсің? Мен точка көрсеттім ғой. Точка көрсетеді, точкаға барсаң, мен адрес жаздым ғой. Шаршатады бар ғой. Осыдан кейін қалай таксовать етесің? Жынды қылады адамдар бұлар бар ғой. Сағат 8:12, менде 6900, 2500-лік зона бар екен. Соны алсақ, бұл жерде 2800 екен. Қалай болады екен, қалай ойлайсыздар? Бір по делам бассақ. Сразу 2 попутчика дегенді алдым. Егер отмена жасап жібермесе, екеуін де апарып тастаймын. 5000 теңге. Сосын домой басып жетіп алам. 10 мыңнан асады, 2 сағаттан асады. Мінекей осылай. Таңертең 2 сағат, 3 сағат. Көп болса 4 сағат. Стресс бөлмесінде жұмыс жасаймыз. Енді осы такси дегенді өзгертсе болатын еді, стресс бөлмесі. Себебі тек қана пассажирлармен емес, кейде жүргізушілермен де таласып қаласың, айғайлайсың, қысып кетесің. Солай. Сол үшін олсын стресс бөлмесі деп айтуға болады. Бүгіннен бастап мен стресс бөлмесінде жұмыс жасаймын. Қазір міне стресс бөлмесінде 2 адамды апарып тастасам, одан кейін домой басам, сонымен жетеді, Құдай қаласа.
Мінекей 6:42-де бірінші заказды алғам. Сағат 9-дан 2 минут өтті. Баған заваш еткен. Мен де алып келдім. Мінекей 2 сағат 20 минут жұмыс жасадық. Жаман емес, жақсы. 10.900 теңге көрсетіп тұр. 2 попутчик шықты. Сразу 2 попутчика деген. Сон мен алып келе жатсам, мені бірінші тастайсың. Мен асығыспын, мен жолда түсіп қаламын. Мені апарып тастайсың. Короче, бір наркоман сияқты біреу екен. Кімде жолаушыда қарсы болған жоқ, тастасаң тастай сал деді. Сонымен тастап алып келдім. Біреу 1720, біреу 1340 теңге. Сонымен 2500-ден қалғанына бонусты берді. Біреуіне 1160 берді біреуіне 780 теңге. В общем, алғанда 5000-5000-нан 1000 теңгедей комиссия алды. Осылай 10.976 теңге жұмыс жасадық 2 сағат 20 минут. Соның өзінде талай адам миды жүйкені жұқартып кетті ғой. Стресс бөлмесі. Не айтамыз енді? Енді домойды басамыз, үйге барамыз, анау-мынау жұмыс, видео, монтаж, тағы жұмыстар шығады аяқ асты, соларды бітіреміз. Осымен бітті. Тарлан паркқа тіркеліңіздер. Мен машина обзорларымды бір қолдап жіберіңіздер. И одан кейін подкастқа дайындалуымыз керек. Бірінші подкаст шығып қойды. Сіз кобальтіңізді, анау-мынау, акцент, Kia, сол комфорт несіндегі машиналарды кредитін төлеу қиын болып жатса, Мейірбекке хабарласыңыздар. Бағанағы айтқан 90% сұрақтарыңызға жауап бар бір видео. Егер одан да түсініксіз болып жатыр, енді адамдарға оларға жеке-жеке шықсаңыздар болады. Сіздер шығасыздар, сіздермен жеке сөйлеседі Мейірбек. Солай, екінші бөлімге дайындалуымыз керек. Сұрақтары бар, соларды қойып Мейірбектен тағы жауаптар аламыз. Достар, кредитін төлей алмай жүрген адам көп қой қазір. Солай десем, тидіріп алмаса болды, әйтеуір бар ғой. Ал достар, сіздермен келесі видеоға дейін, келесі обзор, келесі подкастқа дейін қоштасам. Рахмет барлықтарыңызға. Қазір қосып едім, үй жаққа заказ түсіп қалды как раз. Сонымен үйге кетеміз. Жұмыстарды бітіреміз, анау-мынау. Ал жақсы достар, рахмет барлықтарыңызға. Каналға тіркеліп, қолдап, комментарий жазып, келесі видеоларды күтіңіздер. Рахмет, сау аман болыңыздар.